Баршаға сәлем, мен бүгін сіздерге қазіргі таңда сұранысқа ие болып отырған осындай мұғалімдерге арналған галстуктың тігілу жолын көрсететін боламын. Мен габардин матасын қолданып жатырмын. Осындай екі бөлік керек. Ұзындығына 65 см екіге бүктегенде, яғни ұзынасына боя 130 см екіге бүктегенде 65 см етіп екі мата қиып аламыз. Енін 10 см етіп аламыз. Енді бізге бүктелген беттен енін 6 см етіп белгілеп аламыз. Ал екінші басынан жоғары қарай 10 см етіп белгілеп аламыз да, сол екі нүктені қиғаш етіп қосамыз. Ал екінші беті сол күйі түп-түзу болып тұрады. Белгілеп алған 10 см биіктіктегі нүктемізбен ұшына қарай белгі сызып аламыз да, оны да қиып тастаймыз. Мінекей дәл осылай етіп екінші матамызға да түсіріп аламыз. Екі матамызда бірдей болу керек. Бұл жерде мән беретініміз оң терісін біліп сызу. Оң терісін анықтап кесіп аламыз. Мінекей екеуі де бірдей болды. Енді біз жоғары жақтағы түзу сызығын ең әуелі тігіп аламыз. Мен бұрышынан бастап тіктім. Ең әуелі бірінші айтқанымдай тек қана түзу бетін ғана тігіп шығамыз. Енді керекті жеріне оюымызды қойып аламыз. Және де оны жақсылап бекітіп шығамыз. Мен шеттерін тігіп шықтым. Бұл жерде оюдан басқа қазіргі таңда кеңінен қолданылып жүрген плоттер аппараты арқылы да көптеген мектептің аттарын немесе пәндердің аттарын сол бойынша да эмблема етіп жабыстырып қоюға болады. Әркімнің әртүрлі фантазиясына орай жасалына береді. Бұл жердегі ең бастысы біздің матамыздың дұрыс шығуы. Мен бұл оюды тіккенде мононитті қолдандым. Яғни кез келген матаның түріне тура келетін жіп. Соны қолдандым. Жақсылап шет-шетін қалдырмай тігіп шықтым. Менің беріп отырған бұл ақпаратым сіздерге қызықты болса, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Жаңадан YouTube канал ашып отырмын. Қолдап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Мінекей болды. Енді үстінен жақсылап бітік басып аламыз. Қалған бөлігінде тігіп аламыз. Ортасынан аудару үшін жер қалдырып кетеміз. Мінекей мен қалдырып оң бетіне аударып алдым. Енді осы жерін қолдың көмегімен инемен білінбейтіндей етіп тігіп шығамыз.
мінекей болдық. Енді осы екі бетін ұстап тұратын бауын тігетін боламыз. Бұл жерде ұзындығын 10 см, енін 8 см етіп тігіп алып, осылай өтікке басып аламыз. Екі шетін біліндірмей қолның көмегімен тағы да тігіп шығамыз. Біздің галстугымыз дайын болды. Мінекей екі ұшынан ұстап осылай кіргізіп қоясыздар шетіне. Ұстаздар қалауы бойынша жылжытып таға беретін болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарасын.